Егер мінезі қатты, айтқанынан қайтпайтын адамнан не қалайсың деп сұрасаң, ол бірден айтады. Өйткені ол өз қалауын жақсы біледі. Қайда бара жатқанында, соған қалай жету керегінде анық түсінеді. Ондай адамдар осылай болады деп шешім қабылдайды да, соның артынан жүреді. Ал тіл табысқыш адамдарға келсек, әсіресе тым жұмсақ, бәріне көнгіш адамдарға өзін не қалайсың деп сұрасаң, көбіне ойланып қалады. Кейде тіпті жауап бере алмайды. Себебі олар өмір бойы өзінен бұрын өзгелерді ойлауға үйреніп кеткен. Анау ренжімей ме, мынау не дейді деп жүріп, өз қалауын ұмытып қалады. Мысалы, достар қайда баруды шешіп жатыр. Тіл табысқыш адамға бәрібір, кафе ме, кино ма, үй ме, қайсысын айтсаң да жарайды дейді. Бірақ іштей ол басқа нәрсе қалауы мүмкін, тек соны айтуға үйренбеген. Сондықтан мұндай адамдарға өз өмір жолында не қалайтынын түсіну қиынға соғады. Кейде бұл мінез ыңғайлы болуы мүмкін. Адамдармен тез тіл табысады, жанжал аз болады. Бірақ мансап, бизнес, өз ісіңді бастау сияқты жерде бұл қасиет кедергі жасайды. Себебі ол жерде нақты шешім, нақты бағыт керек. Ал бәріне көнгіш бола берсең, алға жылжу қиын. Жалпы ерлер мен әйелдер арасында тіл табысқыштықта үлкен айырмашылық жоқ. Бірақ ең шеткі жағдайларды қарасақ, айырмашылық байқалады. Өте тіл табысқыш адамдардың көбі әйелдер. Ал мінезі қатты, тіл табысуы қиын адамдардың көбі ерлер. Маңыздысы орташа деңгей емес, дәл осы шеткі мінездер. Қоғамда мұның мысалын көп көруге болады. Мысалы, түрмелерде ер адамдар саны әлде қайда көп. Ал адамды түрмеге апаратын басты қасиеттердің бірі ымыраға келмеу, өз дегеннен қайтпау. Бұл көбіне қатыгездікке, аяусыздыққа келеді. Әдептілік пен жанашырлықпен қарама қарсысы да осы. Мұны саудамен салыстырып көрейік. Елестетіңіз, сіз біреумен келіссөз жүргізіп жатырсыз. Егер сіз тым тіл табысқыш болсаңыз, жарайды сенің айтқаның болсын деп өз мүддеңізден бас тартуыңыз мүмкін. Ал мінезі қатты адам болса, тек өз пайдасын ойлайды. Ол маған не тиімді деп қана қарайды. Тіл табысқыш адам көбіне тең бөлісейік, 50-50 болсын дейді. Тіпті өзі ұтылып қалса да. Себебі ол көмектескісі келеді, жақсы көрінгісі келеді. Бірақ дәл осы жерде қауіп бар. Мұндай адамдарды пайдаланып кетуі мүмкін. Сондықтан тіл табысқыш адам өз шекарасын қорғай білуі керек. Көп жағдайда бұл мінез бала кезден қалыптасады. Балаға ұрыспа, дау шығарма, тыныш бол деп үйретеді. Үйде тыныштық сақтау үшін бала өз ойын айтпай үйренеді. Бірақ ересек өмірде бұл әрдайым дұрыс жұмыс істей бермейді. Сол себепті тіл табысқыш адамдарға ең керек нәрсе өз ойын ашық айтуға үйрену. Маған бұл ұнамайды, мен бұлай қаламаймын деп айту. Олар қақтығыстан қорқады, сондықтан бәрін жұмсартып өткізуге тырысады. Бірақ кейде мәселені шешу үшін ашық сөйлесу керек. Балалық шақта бұл түсінікті. Баланың көзінше ұрыс керіс болмауы керек, өйткені ол қауіпті. Бірақ ересек адам үшін кейде қақтығыс мәселені шешудің жалғыз жолы. Одан қашып жүре берсем, проблема жиналып, бір күні одан да ауыр жағдайға алып келуі мүмкін. Қысқасы, тым жұмсақ та, тым қатал да болу екеуі де қауіпті. Ең бірісі тепе-теңдік. Қажет кезде келісу, қажет кезде өз шекараңды қорғау. Сонда ғана адам да, өмір де жеңілірек болады. Шыны керек, кейде үндемей қалған оңай сияқты. Жағдайды ушықтырмай, суды лайламай, дау жанжалға кірмей жүре берген қауіпсіздеу көрінеді. Бүгін үндемедің, тыныш. Ертең де үндемедің, тағы тыныш. Бірақ мәселе мынада. Проблемалар жоғалып кетпейді. Олар жиналады. Үндемеген сайын ішке жиналып, бір күні бәрібір жарылады. Қазір айтпағаныңды ертең айту әлде қайда қиын болады. Ал енді мінезі қатты, тіл табысуы қиын адамдарға келейік. Егер ондай адам дұрыс тәрбиеленсе, дұрыс бағыт берілсе, ол өте мықты адам болып өседі. Себебі ондай адамдар мақсатшыл. Бір нәрсені көздесе, тоқтамайды. Қиындықтан қорықпайды, кедергіден өтеді. Сол үшін де олардан кәсіпкерлер, басшылар, көшбасшылар шығады. Бірақ бір үлкен бірақ бар. Егер мұндай баланы кішкентай кезінен жуасытып, дұрыс әлеуметтендірмесе, оны құрдастары қабылдамай қояды. Әсіресе 4 жасқа келгенде. Бұл шешуші кезең. Осы жерде көп ата-ана қателеседі. 4 жасқа дейін баланы тәрбиелеймін деп емес, әлеуметтік тартымды етемін деп ойлау керек. Мұны жай сөз деп қабылдамаңыз, бұл өте маңызды.
Енді елестетіп көріңіз. Сізде 3 жастағы бала бар. Сіздер қоғамдық орындасыз. Айналада басқа балалар, ересектер. Енді өзіңізден сұраңызшы. Сіз балаңыз үшін не қалайсыз? Шын ниетпен. Сіз балаңызға бәрі күліп қарағанын қалайсыз? Балалар оны көргенде, кел бірге ойнайық десе дейсіз. Ересектер қандай тәрбиелі бала деп ішінен сүйсінсе дейсіз. Ал егер бала үнемі айқайлап, ұрып соғып, ешкімді тыңдамай өссе ше, онда не болады? Балалар одан қашады. Ересектер жалған жымиып, ішінен жиренеді. Сонда сіз балаңызды қандай әлемге жіберіп жатырсыз? Адамдардың бәрі не суық, не екіжүзді болып көрінетін әлемге. Бұл баланың психикасына қалай әсер ететінін ойлап көрдіңіз бе? Ал енді керісінше жағдайды елестетейік. Бала бірнеше қарапайым нәрсені үйренді дейік. Ересектердің сөзін бөлмеуді, басқа баланы ойыншықпен ұрмауды, кезек күтуді, бөлісуді, ережемен ойнауды. Осымен болды. Ешқандай идеал бала емес. Тек осының өзі жеткілікті. Ондай бала басқа балалармен оңай танысады, бірге ойнайды. Бір-екі ойын сәтті өтсе, байланыс орнайды. Ал байланыс бар жерде даму бар. Себебі 4 жастан бастап баланың негізгі дамуы ата-анадан емес, басқа балалардан келеді. Егер сол кезеңде бала ортаға кірмесе, ол дамудың осы айналымынан түсіп қалады. Ең қорқыныштысы, айырмашылық тез өседі. 4 жастағы бала дамуы 2 жыл алда кеткен баламен ойнамайды. 5 жастағы бала да солай. Айырмашылық тым үлкен болады. Ал басында артта қалған бала кейін қуып жете алмай қалады. Оны қудастары қалдырып кетеді. Сосын ондай балалар шеттетілген болып өседі. Және бұл жағдай кейде өмір бойы созылады. Осыны оқып отырып, бір сәтке тоқтаңызшы. Мүмкін сіз өзіңізді көріп отырған шығарсыз. Мүмкін балаңызды. Мүмкін айналаңыздағы біреуді. Егер осы ойлар сізге әсер етсе, демек бұл видео бекер емес. Ал егер осындай нәрселерді тереңірек түсінгіңіз келсе, адам мінезін, психологиясын, қарым-қатынасты басқаша қырынан білгіңіз келсе, каналға тіркеліп қойыңыз. Өйткені алда сіз ойламаған шындықтар болады. Қазір бір шындықты айтайын. Егер адам уақытында түзелмесе, ішіндегі ашу мен агрессия жинала берсе, ондай адам біртіндеп қоғамнан алыстай бастайды. Басында жай ғана мінезі ауыр болады. Кейін ашуланшақ болады. Ал одан кейін төмен түсетін жер қалмайды. Ол адам агрессивтіге айналады. Сол ішінде ер адамдардың көбі дәл бір қауіпті кезеңде, 16 жастан 25 жасқа дейін қылмысқа барады. Бұл жай ғана сәйкестік емес. Дәл осы жаста ер адамдардың энергиясы тасып тұрады. Идея көп, күш көп, батылдық көп. Шығармашылық та осы кезеңде шарықтайды. Бірақ бағыт болмаса, осы энергияның бәрі дұрыс емес жаққа кетуі мүмкін. Қызығы сол, шығармашылықтың өсу графигі мен қылмыс деңгейінің графигі бір-біріне қатты ұқсайды. Бірі жоғары көтерілсе, екіншісі де бірге көтеріледі. Бұл ойландырмай ма? Мұның бір себебі тестостерон. Ол агрессияны күшейтеді. Бірақ бұл тек ашу емес. Бұл үстем болуға, өз орнын алуға деген ішкі итермелеу. Сол күш дұрыс арнаға түссе, адам көшбасшы болады. Ал дұрыс бағыт болмаса, проблема басталады. 25-26 жастан кейін бәрі өзгере бастайды. Көп ер адамдар түнде қаңғыруды қояды. Аз ішеді. Өмірді қолға алу керек деген ой келеді. Мансап туралы ойлайды. Байыпты қарым-қатынасқа, отбасыға дайындалады. Жауапкершілік пайда болады. Енді маңызды бір нәрсе айтайын. Өзіңізге мүлде ұқсамайтын адамдарды түсінуге тырысу өте пайдалы. Неге? Өйткені олар сіз көрмейтін нәрсені көреді. Сізде жоқ дағды оларда бар. Ал ол дағдыны үйренуге болады. Мысалы, сіз тұйық адамсыз ба? Онда ашық, көп сөйлейтін адамды бақылаңыз. Ол адамдармен қалай сөйлеседі? Қалай танысады? Қалай еркін? Ал егер сіз мінезі қатты, өз дегеннен қайтпайтын адам болсаңыз, бір сәт ойланып көріңіз. Мүмкін адамдар сізді эгоист деп санайтын шығар. Мүмкін бекер емес. Енді сұрақ, не істеу керек? Қарапайым, бірақ өте әсерлі бір әдіс бар. Күніне бір рет біреуге көмектесіңіз. Артық ештеңе керек емес. Бұл жаттығу. Ішкі бұлшықет сияқты. Альтруизм ұйықтап жатқан болуы мүмкін, бірақ оны оятуға болады. Бізде көп қасиет туа бітті бар.
бірақ бәрі бірдей қосулы емес. Кейбірі өшіп тұрады. Дұрыс орта, дұрыс әрекет, қайталау арқылы оларды қайта іске қосуға болады. Бірақ бұл үшін тәртіп керек, табандылық керек. Тағы бір маңызды нәрсе. Өмірге бейімделгіңіз келсе, өз темпераментіңізге сай орта табыңыз. Өзіңізді сындырудың қажеті жоқ. Мінезге қарсы жүру өте ауыр. Бірақ өз орныңды тапқан соң, әлсіз тұстарыңды дамытуға болады. Мысалы, сіз тым ашық адамсыз ба? Кейде тоқтап, үндемей тыңдап көріңіз. Ал кім тұйықсыз ба? Өзіңізді итеріп, көпшілік алдына шығып көріңіз. Тым жұмсақсыз ба? Жоқ деп айтуды үйреніңіз. Ал тым қаталсыз ба? Аздап жұмсаруды үйреніңіз. Бұл жауапкершілікке де қатысты. Тым жауапты адам бәрін бақылап, өз-өзін шаршатады. Онда адамға босаңсу керек. Ал жауапсыз адамға керісінше тәртіп керек. Күнтізбе, жоспар, режим. Енді ең соңғы, бірақ өте маңызды тақырып. Серіктес таңдау. Егер сізге мінезі мүлде кереғар адамды таңдасаңыз, өмір қиын болады. Өте қиын. Экстраверт пен интроверт, жинақы мен бейберекет адам, бір-бірін жынды қылады. Өзімнен кейін жина, сен тым тәртіп құмарсың. Міне, күнделікті ұрыс осылай басталады. Сол үшін өз мінезіңізді білу өте маңызды. Өзіңіздің дәл көшірмеңізді іздеудің де қажеті жоқ. Бірақ айырмашылық тым үлкен болмау керек. Әйтпесе бір-біріңізді мүлде түсінбей қаласыз. Егер осының бір жерінен өзіңізді танысаңыз, бұл жай ғана видео емес. Бұл сізге белгі. Ал егер осындай тақырыптар сізге керек болса, өмірді, адамдарды, қарым-қатынасты тереңірек түсінгіңіз келсе, каналға тіркеліңіз.